Қайырлы күн. Бүгін сіздермен жұп-жұқа дәмі керемет болып шығатын құймақтардың рецебімен бөлісетін боламын. Бұрын сонды құймақтарыңыз дұрыс шықпай жүрсе, менің рецептімен дайындап көріңіздер. Бұрын сонды құймақтарыңыз дұрыс шықпай жүрсе, менің рецептімен жасап көріңіздер. Бұл жерде 1 стакан жылы сүт керек, оған 2 жұмыртқамызды қосып, 3 ас қасық қант қосатын боламыз. Және де жарты шай қасық сода қосылады. Және де шым-шым тұзды қосып, әбден араластырып аламыз. Және де 3 ас қасық сұйық май қосатын боламыз. Егер де блиныйды закускаға қолданатын болсаңыздар, қант қоспай, тек тұз ғана қоссаңыздар болады. Енді растворымызға 1 стакан ыстық су құямыз. Ыстық су бұл жерде эластичность береді бізге. Одан ұнымызды саламыз. Барлығын әбден араластыратын боламыз. Өйткені ешқандай комочек, түйіршектер қалып қоймау керек. Бұл жерде блендермен де шайқап алуға болады. Осындай сұйық раствор шығады. Алдын ала осылай табамызды қыздырып алатын боламыз. Бірінші құймағымызды құяр алдында табамызды міндетті түрде шамалы майлап алуымыз керек. Сол кезде келесілері жабыспай әдемі пісетін болады. Құйғаннан кейін 1 минутта болмай бір жағы пісіп қалады. Осылай шеттерін тексеріп аламыз. Содан кейін аударып, екінші жағын пісіріп аламыз. Екінші жағы өте тез піседі. Рецепт ұнаған жағдайда каналыма тіркеліп, комментарий жазып, лайк қойып кетіңіздер. Бір жасағаннан осындай керемет блины шығады. Осындай мен рецептермен жақындарыңызды қуанта беріңіздер.